Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сабақта кім жоқ екен? Жақсы. Енді ондай болса, біз осының алдында жиындардың бірігуімен және қиылысу деген тақырыпты бастаған болатынбыз. Бүгін сол тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Ондай болса, сабақты бастамас бұрын мына бір тапсырмаларды орындап жіберсек. Бірінші, шартты белгілерді көріп тұрсыңдар, солай ма? Шартты белгі, Нұрасыл айта ғой. Нені білдіреді? Екі заттың бір ортақ элементі бар. Екі заттың бір ортақ элементі бар дейді. Сонда не деген сөз сонда? Екі А жиынында, Б жиынында екі ортақ бір элемент бар. Бар болса, ол жиындардың несі болады? Қиылысу болады. Демек, бұл жиындардың қиылысуын елер бен дөңгелектерінде кескінделуі дейді. Дұрыс па? Келесі. Байсақ айта ғой. Ол жиындардың бірігуі, ол екі жиынында элементтері қамтылған кезде болады. Екі жиында элементтері толық қамтылған кезде жиындардың несі болады екен? Бірігуі болады екен. Келісеміз бе? Келесі айтады, қазір бізде Нұрдас айтады. Нені білдіреді шартты белгілер? Сызбала. Ішкі жиын ұғымын білдіреді. Оны қалай біліп тұрсың? Б жиыны А жиынына толық, Б жиынның элементтері А жиынның элементтері толық қамтылған. Толық қамтылған, яғни Б жиынның элементтері А жиында толық қамтылып тұрса, онда қайсысының ішкі жиыны болады? Б Аның ішкі жиыны болады. Отыра ғой. Жақсы. Сезім. Жиындардың қиылыспауы, екі жиындарда ортақ элементтер жоқ. Жиындардың қиылыспауын білдіреді, екі жиында ортақ элементтер жоқ, сондықтан дөңгелектер қалай сызылған? Бөлек, яғни бір-бірінен алшақ орналасқан деп айтуға да болады. Жақсы. Келесі, енді бір тапсырма орындап жіберсек, ауызша орындайық. Қазір елер бен дөңгелектерін көріп тұрмыз, солай ма? Бұл тақырып өтілген, соны еске түсіру мақсатында. Жәнәділ, 8 саны нені білдіреді? 8 саны тек ағылшын тіліне қатысатын оқушылардың саны. Тек ағылшын тіліне қатысатын оқушылардың саны. Келісеміз ба? Келісеміз. Жақсы, отыра ғой. Келесі, 10 деген сан. Айсұлтан нені білдіреді? 10 дегеніміз математика тіліне де, математика сабағына да және ағылшын тіліне де қатысатын балалардың санын көрсетеді. Математикаға да ағылшын тіліне де қатысатын оқушылардың саны, яғни 2 үйірмеге де қатысады деп айтуға болады. Солай емес пе? Жақсы, отыра ғой. Келесі, 6 деген сан, айару, нені білдіреді? 6 деген сан тек қана математикаға қатысатын оқушылардың саны. Оқушылардың санын білдіреді. Тек қана деген сөзді қосамыз, дұрыс па? Ал ондай болса, енді бұл жерде осы сызбаға қарай отырып тағы қандай ақпарат алуға болады? Сызбаға қарай отырып, екі үйірмеге де қатысатын оқушыны қарауға болады. Екі үйірмеге де қатысатын оқушылар санын табуға болады деді. Ол ақпарат бізде бар ма? Екі үйірмеге де қатысатын оқушылар саны, ол қайсысы? 10. Ол ақпарат айтылды ма бізде? Айтылды. Тағы қандай ақпарат алуға болады? Кім айтады тағы да? Ал Айару айта ғой. Бұл жерде жалпы үйірмеге қатысқан оқушылардың саны 24. Себебі? Себебі бәрін бір-біріне қосамыз. Сонда бір-біріне қосқанда жалпы үйірмеге қатысқан балалардың саны шығады. Барлық бұл жердегі сандарды бір-біріне қосатын болсақ, үйірмеге қатысқан оқушылардың саны шығады. Келісеміз ба? Келісеміз. Отыра ғой. Келесі, осы сызба не деп аталады? Отыра ғой, Айару. Ал Байсақ айта ғой. Бұл Эйлер-Бейн диаграммасы. Бұл Эйлер-Бейн диаграммасы деп аталады. Жиындарды арнайы осындай Эйлер-Бейн дөңгелектер арқылы кескіндейтін болсақ, бізге тапсырма одан сайын көрнекі бола түседі екен. Жақсы. Отыра ғой. Енді үй тапсырмасында тапсырма берілген болады. Естеріңде ма? Жиындардың қиылысымен бірігуі негізі қиын тапсырма емес. Барлығында үй тапсырмасы орындалды ма? Үй тапсырма орындалды. Онда үй тапсырмасына тоқталмай қойық. Ары қарай енді қараңдар. Бүгінгі сабағымызда біз қандай мақсатпен жұмыс жасауымыз мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Қандай тапсырмалар орындауымыз мүмкін деп ойлайсыңдар? Ал айта ғой. Жиындардың бірігуі, қиылысуын тағы да қайталап үйренуіміз мүмкін. Жиындардың бірігуін, қиылысуын тағы да қайталап үйреніп, ары қарай тереңдетуіміз мүмкін дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Тағы да қосатындарың бар ма? Отыра ғой. Ал айта ғой, Айару. Жиындарды кескіндеу дейді. Жиындарды кескіндеу дегеніміз ол Эйлер-Бейн дөңгелектеріне салу деген сөз ба?
яғни бірігу, қиылысу дегендерді сол сызбада көрсету деп түсініп отырмын. Жақсы. Біз осы мақсатқа бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Олай болса, біз бүгінгі тақырыбымызды жазайық. Дәптерімізді ашамыз. Жазып болған болсақ, енді біз мақсатты айқындап алдық. Өткен тақырып еске түсірдік. Енді тапсырма орындай беруімізге болады. Қазір топтық жұмыс жасаймыз. Топқа бөлінейік. Топқа бөлінгенде Інжу, сен мына топқа келе ғой алдына. Сен артық топқа. Сендер бесеуің бір топ, ортаға жиналғандар. Сендер төртеуің бір топ. Сендер артқа. Реттеліп отырып алыңдар, ыңғайланып отырып алыңдар. Жаздық па? Топтың атын жазып қойсақ, енді мұқият тыңдаңдар. Тапсырманы беремін. Тапсырманы мұқият оқимыз. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді мұқият оқыңдар бірінші. Қонақтардың 15 қымыз, 18-і айран, 20-сы шүбат, 6-сы қымызды айранды ішті, 8-і айранда шүбатта ішті. 7-сі жазылды ма? Қымызда шүбатта ішті, 4 қонақ айран, қымыз, шүбаттың үшеуінде ішті дейді. Енді тапсырма мынандай. Алдарыңа таратылды ғой. Сұрақ құрастырамыз бірінші кезеңде. Сұрақтарың нақты болсын, мәтіннен ауытқып кетпеңдер. Бірінші топтың сұрақ дайын екен. Екінші топ сұрақтарымыз дайын дейді. Үшінші топтың сұрақ дайын ба? Төртінші топ. Енді осы парақтарыңды сағат тіліне қарсы бағытта алмастырыңдар. Бірінші топ екінші топқа, екінші топ үшінші топ, үшінші топ төртінші топ, төртінші топ бірінші топқа араларында бір оқушы барып жеткізіп беріңдер. Енді бірінші сұрақ жазылды ғой барлықтарында. Енді осының астына екінші сұрақ деп екінші сұрақ құрастырасың. Бірақ сұрақ қайталанбау керек. Сұрақ қайталанбау керек. Бірінші сұрақты мұқият оқыңдар. Сұрақ қайталанбауы керек. Ал оқушылар екінші сұрақтарын дайын ба? Тағы да сағат тіліне қарсы бағытта парақтарды алмастырамыз. Жаңағы жеткізіп беретін оқушылар жеткізіп беріңдер. Екінші топтың сұрағы дайын екен. Қалған топтар өздері ақылдаса тұрыңдар. Енді үшінші топты күтейік, төртінші топты. Енді төртінші сұрақ құрастырамыз. Сұрақ қайталанбау керек, мәтінмен жұмыс жасалу керек. Сұрақтарың дайын болды ма, төрт топ? Енді тағы да сағатына қарсы бағытта алмастырыңдар. Енді төрт сұраққа жауап жазасыңдар. 5 минут уақыт берем, толыққанды жауап жазасыңдар. Егер сызба керек болса, сызба сызамыз дегендей. Ал бастаңдар. Уақыт болды, тоқтатамыз. Қазір топтардың қорғаған жұмыстарын тыңдайтын боламыз. Бірінші топтан бастай берейік. Сендер де байсақ.
кім қорғайсыңдар? Алдыға шыға қойыңдар. Екі оқушы болса жеткілікті. Байсақ пен Жайнаділ, ана тақтаның алдына қарай бара қойыңдар. Біздің бірінші басқа топтан келген сұрағымыз, қанша қонақ тек қана шұбат ішті? Біз Вен диаграммасы бойынша тек қана шұбат ішкен қонақтардың 9 екенін таптық. 9 екенін таптық дейді. Осы бір сұрақтан талдайықшы. Осы сұраққа келісесіңдер ме? Шұбат ішкен қонақтардың тек қана 9 екенін таптық. Барлықтарында бірінші сұрақ осы емес пе? Жоқ, әлде әртүрлі ме? Әртүрлі, е? Неше адам тек қана қымыз ішті деген сұрақ па? Қайда бірінші сұрақ? Міне, неше адам тек қана? Сол сөздердің сұрақтарына жауап беріңдер. Неше адам тек қана қымыз ішті? Қанша адам? Біз тағы Вен диаграммасымен оның 10 екенін таптық. 10 екенін таптық дейді. Вен диаграммасы дұрыс па? Вен диаграммасына назар аударыңдаршы. Жоқ, 10 емес, 6 екенін таптық. 6 екенін таптық. Ол қай жерден қателесіп тұрсыңдар сендер? Азайтудың. Мына жерді неге толтырмадыңдар мына жерлерді? Екі жиынның қиылысуы, бірігуі деген ұғымдар бар ғой бізде. Мына жерлерді толтыру керек пе еді? Толтыру керек болған. Егер Вен диаграммасы осылай сызылатын болса, бұл сұрақтарға дұрыс жауап бере аламыз ба? Дұрыс жауап бере алмаймыз. Жақсы, бастамаларың дұрыс. Қанша қонақ қымыз, айран, шұбат үшеуін ішті? Біз бұл сұраққа ең бірінші жауап бергеніміз Вен диаграммасын сыздық. Сосын біз оларды табу үшін бізге ол Вен диаграммасын сызғанда ең ортасындағы сан 4 болып шықты. 4 дегеніміз сонда қандай сұраққа жауап бердіңдер? Қанша қонақ қымыз, айран, шұбат үшеуінде ішті? Қымыз, айран, шұбат ішті. Ал, дұрыс. Келісеміз ба? Вен диаграммасы дұрыс па? Дұрыс деп ойлаймыз, е? Келесі ал, екінші сұрақтарымды оқи қойыңдар. Жалпы қанша қонақ келді? Біз бұл сұраққа Вен диаграммасын сызып, оның барлық сандарын жазып шықтық. Сосын олардың барлығын қосқанда осы сұраққа жауап шықты. Сонда қанша болды? 36. Барлық осы жерде жазған, Вен дөңгелектеріне жазған барлық сандарды қосып шыққанда жалпы қонақтардың саны шықты дейді. Келісеміз ба? Бірінші топ мұқият тыңдаңдар. Вен диаграммада сәл қателіктер кетті ғой сендерде. Соны түзетіп алған мүмкіндіктерің бар. Енді келесі сұрақты оқи қой. Қанша адам айран, шұбат ішті? Қанша адам айран мен шұбат ішті дейді. Біз бұл сұраққа жауап бергенде ең бірінші біз шұбатпен әрқайсының қиылысуындағы сандардан, мысалы мына жақта шұбат пен айран ішкен саны 8 болды, бірақ біз ортасында 4 болғандықтан одан азайттық, сонда 4 шықты. Сонда бізде айранда шұбатта ішкен адам 8. Айранда шұбат ішкен адам 8 дейді. Келісеміз ба? Екінші топ жақсы қорғап шықты деп ойлаймын, солай ма? Жақсы қорғап ма? Бірінші топ кері байлы, тағы не бар? Мына жақта тек қана дегенде 4 екен, тек қана шұбат пен айран ішкендердің саны 4. Тек қана шұбат пен, өйткені арғы жағында 4 қонақ не болады екен? Арғы жағында 4 қонақ барлығын ішкен. Сонда өзгертті, сұрақтарын өздері түзетіп жатыр, қараңдар. Тек қана немен не ішкен деді? Тек айран мен шұбат. Шұбат ішкен, ол 4 қонақ екен. Дұрыс, себебі оның ішінде 3 қонақ үшеуінде ішкен қонақтардың қатарына енеді ғой. Сондықтан 4-ті алып тастап 4 екен. Дұрыс, жақсы, керемет. Отыра қойыңдар. Онда 4 топта жаңа оқушылар жұмыстарын тақтаға іліңдер. Енді қараңдар, 4 топта отыра қой Байсақ. Сұрақтарын, яғни құрастырған сұрақтары мен оған берген жауаптарын, Вен дөңгелектері арқылы кескіндеген барлық тапсырмаларды тақтаға ілді. Енді қараңдар, осы тапсырманы қорытындылап жіберсек. Бұл жерде нені пайдаландық? Нені пайдаландық? Вен диаграммасын пайдаланып сұрақтарға қайттық, жауап бердік, отыра қой. Тағы нені пайдаландық? Нені пайдаландық тағы да сұрақтарға жауап беру үшін? Жиындардың қиылысуы мен бірігуін пайдаландық. Жиындардың қиылысу, бірігу ережелері бізде өткен сабақта қайталанған болатын. Соған есептер шығарып жатырмыз ба? Демек, дұрыс мақсатта келе жатырмыз ба? Ондай болса біз енді осы ретпен біз жеке жұмыс орындайық. Жалпы түсінгендеріңді енді жеке жұмыста көрсетіңдер. Оқушылар, жеке жұмысты бастаймыз. Әркім жеке орындайды. Және бұл тапсырма бағаланатынын білесіңдер. Түсінікті ме? Күнделікті бағаларың осы арқылы шығады. Себебі топтық жұмыс жасадық, біз жеке жұмыс жасадық, қайталадық, енді соны көрсететін уақыттарын келді. Тапсырма уақыт қойылды.
Мұқият болыңдар тапсырмаға, сұрақ ашылсын. Уақыт кетті, 10 минут уақыт беріледі. Бір сызба арқылы 10 тапсырма құрастырылған. Тек қана сөзін жазбай, жауаптарын ғана жазыңдар. Бірінші сұрақ жауабы, екінші сұрақ жауабы. Барлығына көрініп тұр ғой. 10 минут уақыт. Өзімізді өзіміз тексереміз. Жауаптар. Ұпай қойып отырыңдар, нешеуі дұрыс екенін. 10 сұрақтың жауабы беріліп тұр. Өздерін тексересіңдер, әділ тексереді деп ойлаймын. Бұл жерде мысалы 0 сан ешқандай жинға тиісті емес дегендер қабылдана береді. Түсінікті ме? Барлығына көрініп тұрған шығар жауаптар. Тездетіп жауаптарын қанша сұрақ дұрыс екенін белгілеп жіберіңдер. Тездет тексеріп жіберіңдер. Болдыңдар ма? Кім жаңа сенде Нұрасыл? 9. Сенде? 9. Сенде? 8 сұрақ. Сенде? 9 сұрақ Айсұлтанда. Нұрдос? 9 сұрақ. Келесі. Айзада да 8 сұрақ. Аялада 9 сұрақ. Алауда 5 сұрақ дұрыс екен. Мақсат 9 мақсатта. Асқар? Асқар 10-нан 10 дейді. Жарайсың Асқар. Келесі. Айаруда 9. 6. Каусарда. Ең тақтадағы қараңдар. Негізі оқушылардың 70-80% 8-9-10 деген баға алып отыр. Тек қана бір 20-30% ғана 5 сұраққа жауап берген екен. Енді қай сұрақтан қиналдыңдар? Қай сұрақ қиын болды сендерге? А элементтерінің, В элементінің орнына А элементін жазып қойғанбыз. Б дейіннің элементтері мына жері ауысып тұр ғой. Оны ескердік жаңа, ескердік. Арасында айттық қой мен, отыра ғой. Мысалға 0 саны қай жиынға тиісті? Екі жиынға да тиісті. 2 жиынға да тиісті емес. Оны не деп жаздыңдар? Не деп жаздың? Мен бос жиын деп жаздым. Бос жиын деп жаздың ба? Мен екеуіне Екеуіне де тиісті емес деп жаздың. Бос жиын деп жазбаймыз. Екеуіне де тиісті емес деп жазамыз. Дұрыс па? Бағаландық. Енді сабақ қорытындылайық. Кері байланыс береміз. Аяла, мынандай шартты белгілер көріп тұрсыңдар ғой. Бұл шартты белгілер нені білдіреді екен? Соны қазір бірімізге додекая бір әдіс арқылы кері байланыс берейік. Ал, бұл қандай белгі? Жиындардың бірігуі. Жиындардың бірігуі дейді. Келесі оқушыға лақтыра ғой. Тиісті емес белгісі қандай көрсете ғой бері қарай? Тиісті емес белгісі дейді. Келесі қандай белгі? Мақсатқа түскен тиісті емес белгісі дейді. Дұрыс па? Бірігу белгісі ба? Қандай белгі? Жиындардың қиылысуы. Төмен қарап тұр ғой. Қандай белгі түсті? Бірігуі. Жиындардың бірігуі. Үй тапсырмасы оқулықтағы 804, 805 есептер үй тапсырмасы. Жазып алыңдар. 804, 805 есептер. Бұл тапсырмалар бүгінгі орындаған тапсырмаларға ұқсас, қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Үй тапсырмасын жазып алсыңдар. Жақсы оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.